роддомнан келгеніне қанша күн болды ғой, суға салып қойсайшы бізді. Неге өйтіп кетесің? Салып қойды ғой суға. Шай ішіп енді бұл байғұста енді босанды ғой. Бүгін роддомнан келгеніме екінші күн. Бүгін ата-анам келетін болған екен, осылай қазанға ет салып қойдым. Бұл қатын туса да тынбайды екен ғой, қонақ күтіп жатыр енді. Бүгін екінші қызымның туған күні, сол себепті мама папалар келеміз деген соң осылай күтіп жатырмын. Естеріңізде болса, осындай шарлар заказ берген болатын, Pinduoduo'дан қазір үпіріп көрсететін боламын. Шардан бөлек осындай басқа тағатын Happy Birthday дегенде берген едім. Қараңыздар, күшті сапада келген ғой, прям әдем болып тұр. Pinduoduo'дан келіп әдемі болып үпіріліп қаппыз ғой. Мен айтсайшы, топ-томпақ болып тұрмын ғой. Біз де келгенбіз, если что, Pinduoduo'дан. Не болса да күшті сурет болыпты. Мама папамдар келіп немересіне осындай алтын сырға алып кепті. Үлкен рахмет. Қараңыздар, күшті нежный сырға ғой. Ертең Құдай қаласа құлағын тестек обязательно тағып қоятын боламын. Сестренкама осындай күшті торт істеткен болатын. Қараңыздар, Нұрай 2 жас деген. Өзі Маша медведь жақсы көреді, сосын осылай істеттік. Валя, мынандай күшті торт істетті ғой қызына. Мына жақта сорпасы да қайнап қапты. Сразу қамырларын салып түсіріп алдым. Еттерін жайғастырып, осылай күшті 2 табақ бешбармақ шықты ғой. Қандай аппетитный тамақ болған, ас болсын. Айтпақшы, сіздерге торттың нарезкасын көрсетпеппін ғой. Іші осындай вупи-пай болған, прям дәмі супер болып шықты. Мына жақта ыдыстардың барлығын жуып, жайғастырып қойдым. Ал мына жақта қалған қамырларды осылай турама жасап қойған болатынмын. Давайте қыздар, мен қызымды емізуге кеттім.